Алматыда да болған сол кездегі коммунистік билікке қарсы жаппай наразылықтар мен халық көтерілістері түрінде болған қазақ жастарының сөз сөйлеуі. Ресми нұсқа бойынша толқулар бас хатшысы Горбачев Қазақстан Коммунистік партиясының бірінші хатшысы қызметінен Діни Мұхамед Қонаевты алып тастау және оны Қазақстанда бұрын-соңды жұмыс істелмеген Ульянов обкомның бірінші хатшысы Геннадий Колбинға ауыстыру туралы жаппай тәртіпсіздіктер мен шайқастарға қатысқан митингке қатысушылар республика басшысы лауазымына байырғы халықтың өкілін тағайындауды талап етті. Кейін қазақ жастарының толқуы, Қазақстанның басқа қалалары мен желтоқсан оқиғалары орталық диктатурасына қарсы алғашқы жаппай митингтердің бірі болды. Кейінірек осындай оқиғалар болды. Кеңес одағының басқа ұлттық республикасында болды. Ресми түрде 1986 жылы Қазақстандағы тәртіпсіздіктердің триггері республика басшылығының ауысуы болды. Қалай болғанда да бұл шешім 2 күндік толқуларға әкелді. Іс-шара аласында КСРО тарихысында алғашқы рет 7 декабрь 1927 жылдан бастап Троицкий мен Зиновьевтің жақтастарының демонстрацияларын таратудан бастап саяси талаптар қойылды. По опубликованным в Казахстане данным, правоохранительными силами было задержано 8,5 тысяч человек. Получили тяжелые телесные повреждения более 1700 человек. Подвергнуты допросам прокуратуре 5324, в КГБ 850 человек. 900 человек подвергнуты административным мерам наказания. Предупреждены 1400 человек. Уволены с работы 319. Отчислены с учебных заведений 309 студентов. В уголовном порядке было осуждено 99 человек. 2 приговорены к смертной казни. Из них 20-летний Рыскулбеков, позже погибший в тюрьме. Комсомольские партийные взыскания получили около 1400 человек. Началась безрезультатная борьба с националистическими настроениями среди казахской интеллигенции. В начале 1987 года было принято постановление ЦК КПСС, в котором происшедшее объявлялось проявлением казахского национализма. Однако в дальнейшем в связи с развитием процессов перестройки и изменением политической конъюнктуры позиция центральных властей изменилась. 9 января 1989 года на пост второго секретаря был поставлен этнический казах, а 22 июня того же года Назарбаев сменил Колбина на посту главы республики. 14 января 1989 года группа депутатов Верховного Совета Казахской ССР во главе с писателем Мухтаром Шахановым обратилась в ЦК КПСС с просьбой о снятии формулировки проявления казахского национализма, и формулировка была отменена. 16 декабря 1991 года, спустя ровно 5 лет после этих событий, Казахстан, последний из советских республик, провозгласил свою независимость.